Саламатсыңдарбы, құрметті оқушылар? Берілген суреттерден қандай ой түйін жасауға болады? Бұл суреттердің арасында қандай байланыс болуы мүмкін? Сабақтың бөлімі Қазақстан Республикасының этносаралық қатынастар саласындағы саясаты. Сабақтың тақырыбы Қазақстан Республикасының көші-қон саясаты. Оқу мақсаттары көші-қон саясатының ерекшеліктерін анықтау үшін көші-қон, иммиграция, репатриант, диаспора, иридента ұғымдарын пайдалану. Қазақстандық заңнаманың және мемлекеттік бағдарламаларының негізінде көші-қон саясатының негізгі бағыттары мен басымдықтарын түсіндіру. Сабақтың тақырыбы Қазақстан Республикасының көші-қон саясатына баға беру. Терминдер: көші-қон адамдардың тұрғылықты мекеннен әртүрлі себептермен басқа жерге қоныс аударуы, көшіп-қонуы. Көші-қон адамдардың белгілі бір аумақты шекарасынан асып тұрақты немесе уақытша тұрғылықты мекенге қоныс аудару арқылы жүзеге асады. Иммиграция өз еліндегі тұрғылықты мекенін бөтен елдегі тұрғылықты жерге айырбастау. Иммиграция қоныстанушылық келімсектік бір мемлекет азаматтарын екінші бір мемлекетке тұрақты немесе уақытша Қазақстан заңнамасы бойынша 6 айдан көп мерзімге тұру үшін көшіп келуі. Репатриант оралман немесе қандастар, қоныс аударушы мәртебесі бар адамдардың өздерінің бұрынғы тұрған еліне қайта оралғандар. Диаспора әлеуметтік ғылымдарда ұлттық атажұртқа болып табылатын елден тысқары өмір сүретін халықтың бір бөлігі. Иридента азаттығы жоқ халық. Иридента соғыс, аннексия, таулы шекара сызықтар немесе отарлау саясаты нәтижесінде қайта бірікпей өз елінің шегінен тыс тарихи ұлттық шекаралас өлкелерде қалып қойған бөлшектер болып табылады. Жалпы көші-қон бағыты бойынша, түрі бойынша, себептер бойынша және ұзақтығы бойынша бөлінеді. Бағыты бойынша ішкі көшіп бару немесе көшіп келу, сыртқы иммиграция немесе иммиграция, ұзақтығы тұрақты немесе уақытша. Себептері экономикалық, әлеуметтік, отбасылық, саяси, экологиялық. Түрі бойынша еріксіз немесе ерікті болып бөлінеді. Қазақстан Республикасы көші-қон саясатының негізгі бағыттары: экономиканың жекеленген салалары, мерзімдік жұмыс күші ретінде шетелдіктерді уақытша тарту. Өндіріске инновация мен жаңа технологияны енгізу мақсатымен біліктілігі жоғары қызметкерлерді тұрақты қызметке тарту. Өндіріс қуаты мен қызметкерлердің мамандық деңгейін көтерудің ұлттық бағдарламасын жүзеге асыру үшін шетелдермен мамандар алмасу. 1991 жылдың қыркүйек айында республика президенті ретінде Нұрсұлтан Назарбаев Түркияға ресми сапармен барған еді. Сапар аясында Ыстамбұл қаласында қазақ диаспорасының өкілдерімен кездесіп, оларды көшіріп алуға уәде берді. Президент Нұрсұлтан Назарбаев 1991 жылдың 31 желтоқсанда радиодан сөз сөйлеп, алыстағы жүрген қандастарға арнап, алыстағы ағайындарға ақ тілек атты әйгілі хатын жариялады. 1992 жылы 30 қыркүйек Алматыда өткен дүниежүзілік қазақтардың бірінші құрылтайы болып өтті. 1997 жылы 8 қарашада атап айтқанда елбасы жарлығымен Қазақстан Республикасының көші-қон және демография жөніндегі агенттігі құрылды. Жалпы шетелден келген оралмандардың көпшілігі Өзбекстан, Монғолия, Қытай, Түркменстан немесе басқа елдерден де көшіп келу бойынша статистикалық көрсеткіштер көрсетілді. Елге оралған қандастарымыздың көбісі қабілетті жаста немесе зейнеткер немесе 18 жасқа дейінгі болып бөлінді. Немесе еңбекке жарамды оралмандардың көбісі жоғары білім немесе орта білім немесе арнайы білімдері болып та бөлінді. Ендеше оқушылар тапсырмаға назар аударыңыздар. Жарайсыздар оқушылар. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.